Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сәуірдің бірі, жаңбыр жауып тұр, сіркіреп тұрған жаңбыр. Күн жаман, да тұрып жүр. Ақырын сіркіреп тұр. Судан көрсетейін бе, былай камерадан көрінбейді. Сіркіреп тұр ақырын. Қой жатыр екен. Қой шықпапты әлі. Сағат 7-ге 15 минут бар. Бар жаққа ешtirdim. Үйге барайын деп. Атқорындарға жеміне берейін деп кештірім. Десе, ашерексімді қой кетпін. Ойшадан барып, оны алып келейін. Кебек салып. Сосын беріп тастайтын болам. Жемнің суын беремді. Қой шығарам. Бүгін шәуілі оразасының 2-ші күні. Ұстап атқандарыңыз бар ма? Қабыл болсын. Ұстап атырық. Қарызымызбен қосып. Бола ма, болмай ма білмейді екем. Әр атқан таңдарыңыз жақсылықпен атсын. Қазір мен еткенен дем албаған айын сіретін болам. Темберін сақ қойдым. Кебегіммен оның араластырып. Шашып төгіп жеп отырып жүрмін. Әкеме әкеп салдым. Сал деген соң. Қазір шөбін сүрім. Төбеден олар істеп жатыр екен. Ұшып кетпеп екен. Қозылары жатыр. Тағы бір қоз қойды. Тағы сынандағы мына жерде жатыр. Мына жерде ең болды екен мамасын. Өз бұларға кебек беремен де әкеп. Сол екеуіне кебек берем. Сосын сағат 7-тен кеткенде шығарам нелерді. Қойлар шығарам. Қойға қоймасын жерде шығарам ғой. Ешкімнің қойы жоқ екен. Мыналардың бұл шыққылары кеп тұр ғой. Қазір шығаратын болам. Қазір кебек алғай, сосын сүрем. Қойларға кебек жақара жатыр. Бұған қойларға. Көп болама білмейтін бірақ. Қазір көреміз. Өкіл қосы білсін бі. Жақындап көтті ғой бәсе. Неме жақынан түс көттісім. Айға тұр өпшім. Үстін жаман қорқамасым. Төгізгені жоқ бірақ қорқам. Мағам айтады ғой, сен өзі жылқыдан қорқам деп жаз бойы бие саласың ғой. Сол сияқты ғой. Міне. Алар уже кебекті бөліп апты ғой. Тәтір, жанталаспандар. Ал, жебандар. Кебек беріп қойдым. Қозыларын ертіп аяқтарымен. Атыстарындағы кетейін. Суала келейін. Бір жолда. Сендер жей беріңдер. Кебек беріп атқан жайымыз бар. Не етсіңдер. Ерте толқысын деп. Сүттері болсын. Бақтармен қозыларға деп. Çok bitinde koğan kebek толып болдым. Бұл видеолар менің көзіммен деп аталады деймін бе? Менде жанында түсіріп жүретін адам да жоқ. Штатив та жоқ. Істеп жүрген видеомды түсіріп жүрем өйстіп. Кешен ағыран есігін ашсам, көрші үйдің сиырлары келіп жатқан басшын тағы бұқтырып тапты ғой. Алғашта бүгін Нұрлан келеді. Қазір енді су құйып аламын да. Мына ешкілердің суын апарып жеймін. Аларды
Аларга жем бергенден суу берме деди. Шөбүн берип біраздан соң бірақ беру керек экен. Мен кайдам мен бирден бере салам деп ойлагам. Сыйырларымды өлтүрүп койма деп ойлопчумун. Сол достор. Суун берип алам. Сизин шөп түсүрөм. Сол достор, төбөгө чыктык. Шөп түсүрейин деп турам. Күн катты жауып кетпей турганда шөбүн түсүрүп алайын деп төбөгө мініп турам. Життен жети кетти, әлі қой шыққан жоқ. Бізде жағдай жаман емес деп осы ғой бізде. Қарағанда ол болса осылай болатыр. Шөбін түсіріп алдым. Жартысын сақ қойдым, жартысын салам қазір. Жарты шөп жеп отыр, жарты жем жеп отыр. Жерде қозылар жүгіріп, ойнап жүріп бара жүрмін. Қайта-қайта өтіп қойдан жүрем. Сол достар. Қазір енді айғырға су беру проблемасы болды. Айғырдың шөбін бердік, алдын толтырдық. Олардың шөбін бердім, суын бердім. Өшіп берген жоқ, несіне шөптер. Ендігі аналардың жемімен шөбін бердім. Енді жарты сағат өту керек су беру үшін. Мен айғырға су беретін ұстаппай қалмысың ғой. Қазір жақтан барып қарап алып келем ойдың башырек суды деп тұрған ойым бар. Қоялы шықпаған сияқты, үшкен 7:30 болсын деп тұрмын. Әлі 25 кетті. Бұл жақты біткенмен алдыңғы қора жақта не бар? Тағы бір айғыр бар. Жабағымен. Біреу бордақыда тұр, біреу уақытын тосып далаға шығатын. Жабы кетті. Мен сол жылқыларға қалай барам десеш. Айдан ешкімге тұрған жоқ әлі. Біреуге тосып жүрейін десем. Айдан бүгін пеш жағып отыр. Түтіндеп тұр, біреу пеш жағып отыр. Сол достар, қазір су алып барам. Кейде бір шай су алып бармасам, мана айғыр канистрдегі су түшпей ма? Жотам бірден істеп тұр. Ақырын алдынан қоямыз енді. Итімді босатпадым. Нұрлан жоқта қамай алмай қап, біреудің қойын жоқ қояр деп. Енді қынсылап жатыр анау. Жынданып. Қояды шыққан жоқ. Осы жағдай. Күн жел. Сосын түсіретін ғой. Суды қойдым бар деме қалдырып бірақ ішпейді. Есімей тұр. Шекті оқиғыз ғой жоқтан бар. Енді қазір аналарға су берем. Сиырлардың суларын беріп болдым. Бұла ішіп жатыр. Бір-біріме төбелесіп. Шыдамай қораны тазалап тастадым. Қазір енді қой шығарып қалды. Тағы қоям қазір. Ойларды шығарып жатырмын, қазір айдап жүрем. Қоздамапты ешқайсысы. Қоздап қалды ма деп қарап жатқам. Қоздап жатса бөліп пісейін деп. Енді кішкентай қостады да өзі. Қыстатылған. Мұнан бәрі су емес жеріне өтеді. Шешесі сумен әкеп бардым қозын. Жаққа айдап пісейм. Жер екен. Ал достар, сіздермен болған Асылбек айтқымыз. Қарағанды облысы Қарқара ауданы Қызылшілік ауылынан сіздерге түсіріп жатырмын. Сау болыңыздар. Әрбір жазған жақсы комментарияларыңыз өздеріңізге Алла тағала несіне жақсылықпен қайтсын. Рахмет қолдап жатқандарыңызға. Сау болыңыздар.